Ассалаумалейкум баршаңызға. Бұл YouTube арнасы таң атпаласы. Біздер жалпы Түркияның жүрегі Стамбулға келіп жатырық. Осы жерде жалпы шаруаларымызбен келген болатынбыз. Солардың барлығын реттеп болғасын кішігірім видео блог түсіретін боламыз. Жалпы арнадан алыстамаңыздар. Одан бөлек 10 жыл бұрын мен түрік компаниясына жұмыс жасаған болатынмын. Түркше білетін болатын. Қазір бірақ жаман ұмытып қалған екен. Сондықтан да осы түрк тілдес бауырластар ағайындармен сөйлесетін боламыз. Түркше картоп жаратын боламыз. Үшін былай айтқанда Турк KSL деген магазинге келіп жатыр. Осы жақта жалпы телефон номерімізді алып алуымыз керек. Қараңыздар. Мына жерде 20 гигабайт дейді. 200 минут $37 тұрады. Ойлап қараңдар. Ол где-то теңгеге ауыстырған кезде 17 000 теңгеде деп жатыр. 18 000 кетеді түріктің өзінің версиясын істесең да. 1000 теңге арасы разница бар, доллармен. По-любому бізге бар ғой, біреуін алып алу керек, сосын дальше көреміз қалай болады. Мен примерно осындай ғой. Таксиге отырып алдық. Енді отель бар, бронированный. Соған бара жатыр. Отельді booking.com-нан жасадық бронированияны. Дальше көреміз қалай болады. Таксидің бағасы 407 lira oldu. Mınakta Kaspi Gold'u қабылдаймын дейді. Sağ ol. Ben ne yapıyorum ya? Ne yapıyorum? Так, кішігірім рум-тур жасап жүрейік. Отельдің аты мынандай. Сокулу Паша. Мынандай спальня. Комфортно. Отельге орналасып алдық. Енді обед ішу мәселесін қарастырып жатырық. Әлі жүріп келе жатыр екен. Тамақ жеп алу керек, срочняк. Қарның ашты ма, Гүле? Айтпа, сен қарныңды аштырып қойды әдетің бар. 2,5 болып жатыр. Ақтауда уже 4,5. 2,5, бірақ адам деген енді мүмкін емес мына жерде. Шыбыры жүр. Кан ресторан дейді. Что там, не бар екен? Не жейсің сен? Бәрін жейміз. Тамақ жеп алып жүріп келе жатырық. Қандай ұлт керек? Tommy jacket. Түріктен бастап білмеймін. Өздеріңіз қарап отқан жасында түрлері. Бұл жақта движняк жүріп жатыр ғой, плотно. Кәм упаковка. Тачкіге тиіп, лақтырып, ар жаққа жеткізіп, короче. Тіршілік мощный ғой. Кішкентай жерде отыр, мысалы, қарайған сумка бар. Нан сатып жүр ғой. Қара нәсілді жігіттер қара жұмыс жасап тұр. Қандай? Мен детский сырғалар сақина заттар бар ғой. Соларды аламын да. Алып бересің ба? Ал дейсің? Қарап кетіпсіз ғой. Мына кісіні сындыруға келді ойшы. Тамақтарымыз жайлап келіп жатыр. Мына жақта салат. Білмеймін аты не екен. Дастархан жайып жатыр ғой. Ас болсын. Завтракке барады, аман есен оянып.
Вообще қалай гули? күшті. Лук мынандай бұл спортивный. Ассалаумағалейкум. Завтрак қайда? Мына жақта ма? Астынағы. Все, рахмет. Походу мына жаққа қарай сияқты. Завтрак ішетін. Сен осы үшін жақсы көремін да осы. Түгелін қойып қояды қалдым. Тіпті интерьер базар жоқ. Завтракты осындай олдық. Қара шай. Одан кейін андай су әкеліп берді. Жақта бірінші су ішесің, жалап отырасың. Сосын типа тамақ жейсің. Көреміз, қалай болады. Мен шайымды қара. Қазақша ма? Қазақ пайызге үйреніп қойғам. Анында шай маған шай болмайды. Маған мына шай жаман өтеді. Двора өте әдемі екен. Мына біздің жатқан гостиницамыз. Отель. Отырып, жалап, әңгіме айтуға өте керемет жер екен. Отельден шыға берісіміз. Бір жақсы сразу көше басталып кетеді ғой. Қайда баратыр гулей біздер? Сейтім Бөрне деген базарға. Сейтім Бөрне дейтін жаққа барады. Бес остановка кейін жаяу жүреміз ба? Или трамвайға мінеміз ба? Трамвай ма, автобус ба, бірден мініп алып баспаймыз ба? Таксидің өзі 15 мың теңге алады. Так, біздер жалпы шаруаларымыз бар үлкен. Проекттер жүреді. Сол шаруаларымызды бітіріп, одан кейін уақыт қалса бүткіл достопримечательностьтерге баратын боламыз. Айя София деген сияқты. Сұлтан Ахмет. Соның барлығын видеоға түсіретін боламыз. Аман-есен шаруаларымызды бітіріп болғаннан кейін. А пока жайлап үзінді жүрген жерлеріміздің барлығын видеоға түсіріп сендерге көрсететін боламын. Турция мәшіндерін қарап көтіп. Honda, Audi, Merс. Түнде мынандай жерлерден өтіп баратсақ кіргізіп алады ғой, тек кіріп кетсең болды, слабина берсең болды, кіргізіп алады. Кел, туда-суда, тағы бірдеңе шірдеңе. Сұлтан Ахметтің көшесі деп айтылады негізі. Площадь Сұлтан Ахметі. Андай монументтер бар. Шпилемін, жоқ болған, походу бір реставрацияны бірден жасап жатқан сияқты. Жылан тәрізді оралған монумент. Яғни сүтін дейді. Сәтін бақылай екен. Тірсі. Ана жерде бір монумент тұр. Ана жерде адамдардың суреттері бейнеленген. Мұның да өзінің бір мағынасы бар болып тұр. Стамбул, қалай айтсам болады? Стамбулға келетін болсаңдар, жалпы бір шаруалатып келіп, походу барлығын алып жүру керек та мына жерде. А так чисто келіп, демалам дейтін болсаңдар, олай да болады. Мына жерде жалпы тамақ пен киім кәдімгі дұрыс дамыған. Тамақ пен сен тебя никак не обидят. Кішіш бар, айтшыш мә? Обидек қояды ғой. Карта алып көмектесесің ба? Hangi karttan alacaksınız? Bilmiyorum, разница жоқ. Zeytinburnu'na tarafına gitmek lazım bize. İstanbul kart mı alacaksınız? Tamam, oradan alacaksınız. Nasıl alacaktı onu? Tamam. Bak buradan 50 lira olayı var ya. Ha? Gel. Kırpıcı çevirisi var, короче. Parayı uzat buraya. Para mı? Evet.
Нече пара? 50 TL. Так, 50. 1250 теңге. Рахмет. Все, рахмет. Да, айтады ғой. Жоқ, ана. Жоқ, айтады ғой жаңағы не? Мал сойсаң дей ма? Жаңағы, қасап үшін дей ма? Шымшық сойса да қасап үшін дей ма? Бірдеңе де айтады. Мынау ме? Мінетініміз? Екеуміз өтіп аламыз ба? Жүре ма? Мен келіншегім заказ алып отыр ғой, общем, салып беремін туда-сюда деп. Қарана алдында. Алтын сумка алам деп, алтын сумканы жазып, и аванс төлеп отырмын. Инстада кішкентай сумканы алайын деп едім деп. Лалали жақта жүрік. Енді одан ары қарай Зейтін бөрінеге келіп баратыр. Суақта шаруаларды реттеп, обратно мына жаққа келіп, адамдардың заттарын сатып алып, сосын дальше салып жібереміз. Олар уже Қазақстанға кете береді, бізден бөлекті каргоға. Сондай движняктер. Мына жақта қазақтарды кездестіріп болдық, тем более Ақтаудан. Оларды шаруалармен жүр екен, базарға барады дей ма бірдеңе. Солармен походу бәріміз ілесіп кеттік. Buyurun gelin aşağı inelim. Арамыз. Gel böyle. Егер білетін болсаңыздар, бізде тігін ательесі бар. Осындай нәрселерден айналысамыз. Қазақи нақышта ұлттық киімдер тігеміз. Мынадан қарашы Гүлей. Bir de safir var, onu göstereyim ben size. Böyle beyazlar burası. Bundan sonra o silver diyordum ya. Silver çok olan bu. Silver. Mesela silver'ın karşı taraflar. Beyazlar burada zaten. Şey var biraz da. Bu safir dediğimiz renk nerede? Мысалы жаңағы бізге қайсысы именно осы жақта бармақ керегі? Серый бар жалпы. Қайсы көрсетші? Ане мынау ма? Бұлар қанша доллардан келecek bize? Onlar şu 5-0 dediğim onlar bunlar dörtler. Siz bize bunu ne kadar vereceksiniz? Siz benden bir de gerili istiyorsunuz değil mi? Ya germek istiyorum. Siz o germekte ona da para... Tabii ona da içine çakacak çünkü. Şimdi işçilik. böyle söyleyeyim yani. Bir tanesine ne kadar biz O zaman para... şöyle söyleyeyim. Gergili halde, çakılı halde o en büyük boy 5-0, en büyük boy 5-0. O... Biz buradan siz skidka ne kadar vereceksiniz? Neçe ştuk almak lazım biz? Problem yok. Kaç tane istersen. Ondan sonra siz ne? Bağısını düşüreceksiniz. Mesela şimdi şöyle. Bir tane iki tane almak başka. 50 tane 100 tane almak başka. Anladım. 50-100 olursa biraz ufak bir şey yaparım. Fiyatında biraz daha konuşuruz. Зейтін бөрдендегі шаруаларымызды бітіріп алып енді Лалалиге келіп жатыр. Осы жақта бір-екі тауар бар, салып жүреді. Сол шаруаларды бітіріп аман есен. Товар салам, прикол да? Қызыққа саласың просто андай да? Сосын дальше көреміз қалай болады. Тұрамыз ба? Дауыл болған заттар Қазақстан Ақтауда жүрміз, ақша салып жүрміз. Күн көруді беріп болады. Алтынға баратын қазір. Ма алып алып бересің ба деп әңгімен басқа жаққа барып жүргенсің ба да бара. Ne aldıysan? Естіге қалған. Кеше екі қызға алдық қой, жарайды болса. Сен өзің таққандай болдық қойшы. Жел болып кетті дала, я. Жүре бересің ғой, короче, жайы. Шагометр кеше 17 мың болып еді, бүгін құдай өлсін 30 мыңға баратын шығар. Иә, кеше обедтен кейін шыққанның өзінде 17 мың жүріп тастады. Қазір білмеймін. Бұны енді қанша olur? Жоқ, рахмет. Сауда жаман жасайды. Кеше ойшым бар ғой, мынандай қызық болды. Бір неге кірдік. Дубленка сататын ғой да. Жуап берейін келіншегіме де. Соған кірдік та.
И бізді, короче, ауыз сындырды да өзінің сервис мәшіндері бар екен сразу. Білмеймін, бір жаққа алып кетті оны. Барып апарды да. Соның ішінде клеен шубы заттар сатады екен да. Удай очень бағасы. А оларға главное реклама да, адам әкелу да оларда. Сондай қызықтар. Осы жерде ғой, мен осы жерден алып кеттім. Сондай қызықтар. Көрсетесің, фото жіберіп білесің. Ne diyeceğim ben? Ondan mı? Yok yüzük var. Kolye ucuyla şey. Bu. Неше грамм қарап жүрсің? Sana bizde var da. Так, алтыннан шығып кеттік. Енді дальше қозғалып барадық. Қазақтарды өте көп кездестіреді екенсің мұнда. Вижняк жүріп отыр конкретно. Сыртта далада андай тамақ пісіретін орталықта балық, фри, салат. Сондай бір кішігірім тамақ жеп отқан. Ішке келіп отырық. В общем, қараған зат алып келіп отырық. Көтеріп жүру не вариант болып кетті. Кішкене демалып алайық деп. Біздер қазір отельден шығып алып, бір демалып алып, шығып баратыр теңізге қарай. Кішкене қыдырып қайтайық, жүріп қайтайық деп. Шаруалардың бәрін в общем реттеп алған сияқтымыз. Мынандай бір чипсы алып алып, жайлап әңгіме айтып, влог түсіріп деген сияқты. Сондай қызықтар бізбен бірге болыңыздар. Басқа кімнің екен? Көріне ме мына? Көрініп тұр камерада. Қандай күлкі ма? Окей. Установить, есть. Ага. Ой, все, войти. Самокат алып алған соң ғой, жайлап. Мынандай. Бағасы жүріп, жер что-то не то болып тұр. Мен келіншегім кататься боламын деп көрсетші. Қайда? Міне мына жерін жыртып алған ғой үшін. Құлап түсті. Өліп түсті дешейші. Өліп түсті. Сосын екеуміз бір самокатқа отырып алдық та бастық қой үшін не керек. 76 лира болды. Анаға мінгізбей қойды мені, короче. Мына мінгізбей жатырмын, себебі мынау адам көп тұғу керек, туда-сюда көп жүреді, ертек та. Мынаған отырып жатыр кәдейі. Мына, короче, адам басына $20 дейді. Қалай, настроение қалай, Гули? Отлично ма бәрі? Молодец. Историяға түсіріп жатыр. Инстаграмға сал. Если что, менің келіншегіме тіркеліп қойсаңыздар ғой. Инстаграм Зире бренд. Что там? Салқын ба? Желу. Атмосфера. Уже жеп кетуге келіп отыр. Дайын сразу қарап отыр. Ас болсын, білем.
Че там гуле тамақ жеп алып, тыңқиып алып. алмай жатырғансың ғой енді. Енді не істейміз? Қыдырақ енді мына Лалилиге қайтадан базарға барайық деп. Кошелек алып қойшы маған жүр. Кошелек? Кім? Адамдарға. Адамдар айта береді ғой. Кім десе о десін де. Сол кім дейді о десін. Бізге похуй дейсің ғой. Маған похуй. Так, енді не керек? Бір кошелек алып алсам. Турецкий? Иә, ана узормен да, турецкий өздерінің брендтерімен. Болды сонымен менде. Сонымен хотелкілерің жабыла ма? Жабылады. Жақсы екен. Қайсысын алайынасың Гүлі? Қара нан алайын. Давай. 80 лира дейді. Короче, 2000 теңгедей ақша. Пожалуйста. Так, мына жаққа келсем бар ғой, настроением көтеріледі мен. Позавтракать плотно. Аман есен ұйқыдан оянып алып, енді Стамбулдың ең танымал жерлеріне баратын боламыз, сондықтан да біздермен болыңыздар. Мына Айя София мешіті. Енді дәл осыған кіру үшін ойлап қараңыздар, мына адам саны кезекте тұрған. Басы ар жақта. Міне. Короче, бар ғой, мана кезекті көрдіңдер ғой. Шынымды айтайын енді, ұят болып тұра алмайды. Ортаға тық жүрдім десейші. Тұра алмаймыз ондай кезекке. Жар өттік енді, қайтамыз. Ұят болса да айтып қояйын. Кіреберісіне келіп жатыр. Ассалаумағалейкум. Вау, мына камера бізге алып бере алмайды шығар. Айя София мешітінің ішіне кірген кезде менің ең алғашқы әсерім, менің ішімдегі бір бос дүниелер толып қалған секілді болып, ең алғашқы әсерім да. Одан кейін көзге түсетін сірә мыңдаған туристер ғой айналада жүрген. Дегенмен бәрін орын-орынмен, рет-ретмен жасап қойған екен. Жалпы Стамбулға келіп жатсаңыздар, міндетті түрде осы Айя София мешітіне келіңіздер. Өкінбейсіңіздер, кеңес беремін. Келіншегім екеуміз Айя София мешітінің ішінде отырып, дұға тілектерімізді тілеп, армандарымызды айтып, сондай бір жүрегім бір тыныш салатын екен. Жалпы мешіттің қай-қайсысы да жүрек тыныштандыратын ғой, Алланың үйі. Дегенмен атмосферасы өте биік, әсер деген мықты кетіп тұр. Сондықтан да бір бұрышта екеуміз отырып, жаңағы ниеттерімізді, дұғаларымызды барлығын тілеп отырған жайымыз бар. Жалпы Аллах Тағала қабыл етсін баршамыздың тілек дұғаларымызды.
жерге адам саны әлі кіретін. Қараңыз, әлі толып тұрған. Жоғары көтеріліп батыр, әйгілі чайкілерді тамақтандырады ғой, білесіңдер ғой. Стамбулға келіп қалайша ондайға бармаймыз деп. Движ болып жатыр ғой мына жақта. Обана. Беспредел. На голубая мечеть. И сразу же нажанда Айя София мешіті. То есть екеуінің расстояниясы ондай алыс емес. Жап жақын бір-біріне мына жерден барасыз да. Мына жерге. Ал мына біздің точкамыз. Егер Айя Софияның алдынан шығатын болсаңыз, мына жерде көше бар. Сол көшеден солға бұрып кетесіз да. Ең шеткі ресторан аты Seven Hills. Ты Стамбул мой, Караман мой, земля Анатолии и Румелии, Бадахшан мой Кыпчак, мой Багдад. Мына Стамбулдағы шаңырақ мейрамханасы, яғни қазақ бауырымыз ашқан. Осының ішіне кәттен тататын боламыз. Көреміз. Екінің разницасы не деп жатқаны ғой? Надо андай омыртқан еттері болады, надо болмайды. Нан, как обычно. Неше минутта дайындалады сіздерде? Бір ұрдақ бір сірне алай ма? Иә, бір сірне аламыз. Так, Стамбулға келіп. Бауырсақ, қуырдақ. Стамбулдың төрінде шаңырақ ресторанда ас болсын баршамызға. Köprünün adı nedir? Bu Galata Köprüsü. Öbürü Atatürk Köprüsü. Bu Galata. Ya Galata. Bunun altı restoran. Balık restoranları. Bunun altı. Bura Galata Kule. Ya gördüm bunu. Bura Galata Köprü. Bu Galatasaray. Galata Kule. Başня. Galatskaya başня dedi. Galata Saray ileride. Cihangir'de, Taksim'de. Келіп жатыр екінші отелімізге бронированный. Орак қой. Tamam. Окей. Teşekkürler. Рахмет. Так, кішігірім рум-тур жасап жүрейік енді. Кіре берісі, спальня, телевизор. Все, что надо, короче. Қалай, ұнап отыр ма, Гүлей? Что-то притихло. Притихло, да? Отельге орналасып алдық. От души жуынып шайын алып, дальше больше енді истеклярға баратырық. Жаяу ғой, жаяу мұсау болып жайлап. Шыққаннан кейін сразу солға қарай бұрылып алдық. Басты жоғарға қарай. Сосын төмен қарай түсесің деді ғой. Hayt! Hop! Билет жүрген соған арды отырған жерден. Асып кетсе ора 45 минутта жүріп кетқан шығармыз жайлап. Соның өзінде де бітетін түрі жоқ қой. Ар жақтан бері қарай түсіп кетті. Атмосфера бөлек енді. Стамбул не спит болып тұр ғой. Küçük boy var mı? Var. Var mı? Неше вот? Onu söyle bana ben yapayım. Küçük de var, büyük de var, ortada var. Ne kadar bu? 60. 60. Истеклялдан төмен түсіп келе жатырып Галатская башнядан шықтық.
Мана билет алуға кезекке тұрып едік. Енді ішіне кіру үшін кезекке тұрып жатыр. Жалпы бағасы 2 адамға 350 лира шықты. Мына лестницамен көтерілетін жер. Жалпы лифт ар жақта. Бізде жаяу жүретін желание жоқ. Мүмкін түскенде лестницамен түсіреміз баспалдақтан. А пока лифтпен көтеріліп біз келіп тұр. 6-шы қабатына дейін осылай лифтпен көтерілеміз. Одан әрі қарай жоғарыға баспалдақпен. Жоғарғысына көтерілдік. Үстіңгі қабаты мынадай. Светтер ауысып тұр, байқасаңыздар. Одан кейін мынандай айналар көрсетілген барлық жерде. Есіктер бар специально арғы жағына шығатын. Вау, енді атмосфера бөлек, действительно. Мына жаққа келу керек екен, дух захват ой. Ё-моё, түнде келгеніміз қандай керемет болды мынау деген. Бұл айна жақындататын болсам, кішкене телефон алмай жатыр, бірақ дегенмен осындай болды. Сенікіне жетім қайда? Жаңбыр жауып жатыр кәдімгі. Құйып жауып жатыр, байқап тұрсың ба? Лайнер тұрғын ма? Осындай переулықтардың барлығында жалпы бойы барлық магазинге толы. Көрініс енді әңгіме жоқ кәдімгі. Көздің жанарынан тұрған. Лифтпен көтерілесің, баспалдақпен түсесіңдер. Түскен кезде осындай бір музей ретінде жасап қойған. Мына қараңыз, қандай тема екен түсетін жер. Так, біздер деген завтракке баратырық. Не көреміз, завтрак қалай екен. Бізге завтракке жұмыртқа, помидор, осындай заттар араласып пісірілген. Өте жақсы ұнайды өзіме. Ар жағында азғантай фри, одан бөлек сырлар әртүрлі дәмді. Овощи, фрукты деген сияқты. Біздер таксист алып, енді дальше кетіп баратырық. Қазір деген Азия мен Европаны бөліп тұрған мосттың үстіне өтеміз. Босфорский мост деп аталады. Мешіт бар. Шамли жай да? Шамли жай ма? Сен бір сөйлесene. Проблем yok. Ne iyi olsun. Merhaba. Şamlı caydı. Çamlıca camisi. Camisi. Okey. Soya kavaratın bulamaz. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. Мешіттің кіреберісі ауласы. Енді бұл жерде бөлек енді. Сыртқы келбеті вообще мынау огроменный екен ғой. Масштаб. Ойыншық сияқты былай қарасаңыз.
быстро ғой, ойлап қараңдар. Ортада кәдімгідей ілініп тұр ғой. Трос көтеріп тұрған сияқты онdan бері. Мына бір башняның ішіне барғымыз келіп отыр. Осы башняның ішін көріп, қарап, жоғарыдан тамашалағымыз келіп отыр. Мына Эркан дейтін жігіт, осы жігітті жалдап алдық. Такси кешкі сағат 7-ге дейін. Біз мана 9-да шыққан болатынбыз. Арқан жүк, нормально. Қараңыздар. Қазір әлі жақындатсам, примерно мынандай ғой. Тағы жақындатсам, примерно мынандай нәрсе. Assalamualaikum. Nasıl yardımcı olabiliriz? O kadar. Bize Yukarı mı çıkacağız? Ya. Kaç kişiyiz? 2. 2 kişisiniz. Arkadaşım millet için yardımcı olsun. Okey. 369 metre ya. 369 metre. Buradan dışarı görebilirsin. 34. katı bırakacağım. 153 metre. Мына, короче, 369 метр биіктікке көтеріліп бара жатырық. İstanbul'daki en büyük noktadır, doğru mu? Doğrudur. Aha. Avrupa'da da en yüksek. Жалпы Южная Кореяда бізде болған кезде Лотта World Towers'қа көтерілген кезде ол 555 метр болатын. Ол әлемдегі қателеспесем 5 па 6-шы орында тұрған. Мынау енді 369 сәл одан ала салау. Ал сіздерге айтып беріп барлығы. Уже қысым басталып жатыр, я? На панорама, в общем, мынадай. Ё-моё, вот это я ощущаю. Кілең қызыл гришалар үйлері ғой мына жерде. Жалпы бұл башняға келіп, әңгіме жоқ, бір жақсы әсер алып отыр. Артындағы соның барлығы көрінісі. Стамбулдың әйгілі қызыл гришалы үйлері. Арғы жағында Босфорский пролив өтіп жатыр. Мен қазір данный момент Азия жағындамын. Ал ана Босфорский проливтен ары қарай мосттан өтетін болсаңыз, ол жағы Европа. Жоғарыға көтерілу үшін жалпы 250 лира адам басына. Ал 5D бар дейді, бұл жерде тағы да ол 100 лира. То есть бізде в общем сложности 700 лира ақша кетіп отыр ғой. Данный момент осы эмоцияны алу үшін. Мына бізді суретке түсіріп жатыр. English? English. I know English. Қыдырып жүрген сол. Обедтің уақыты болып қалды. Түскі ас. Оу, дәл екен. Вах. Давай. Яхта. Miraç yavaştan bir numarayı toparlayalım. Оба. Аты Оба. Келіп жатқан. Ресторан дейін болатын шығар осы. Мына ресторан деген комплексный обед сияқты да, былай айтқанда. Жалпы Инстаграмда көретін болсаңыздар, дәл осылай тамақ жеп отырады, байқайсыздар ма? Көптеп барлығын салып алып. Мынау типа дәл сондай сияқты ғой. Бәрін азғантай салып аласың. Толтырмай да. Сосын жайлап жеп отырасың. Мынандай атмосферада. Шай тамақ ішіп отырсам, көзім түсіп кетті астындағы балықтарға. Егер видеода көрініп жатса, қазір жақындатып көрейін. Міне көріп отырсыңдар ма? Жайлап көрінеді видеода.
ойлап қойдым мына жерге тек қармақ тастап балық пісіріп отыратын жер сияқты ғой. Толы жүрмін мынаның астында, мүмкін емес. Flies into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, Kimden de daha getirip mi? Bak burada 250. 150 elbise var, toplam 400 lira. Hepsi 400 lira. Hani 250-400 daha değil. Ya, onda böyle yapalım. 400 mesela vereceğim. Evet. Ondan sonra biz kendini foto yap. Giyimden sürerse abla 400 lira. 400. Benimki 250. Seninki 250 giyimsiz. Ha. İndirim. İndirim yok. İndirim yok mu? Niye yok? İndirim yaşa. Манағы башня болатын болса бар ғой, міне мына жерде тұр ғой башняда. Одан кейін манағы мешіт мынау. Азия жағынан былай мына мосттан айналып ар жақтардан міне. Мына жақта Галата болатын болса, тағы бір мост бар, сол мостты айналып мына жаққа келген болатынбыз. Образдар кетіп жатыр. Біздің қазекеңдердің де жүрмейтін жер жоқ. Міне. Кәм пробкада басып баратыр ғой, еще двойной. Сүйреп алып жатыр артындағысы. Volvo. Ассалаумалейкум. Қалайсың, братан? Жақсы, жақсы, не хабар? Ақтауға, Ақтау. Базар жоқ. Іске Ақтауға баратсың ба? Давай, жол болсын, братан. Все. Египет базары дейді. Здравствуйте, привет, пожалуйста. Что вас интересует? Спейси чай. Вот это рахатукум без сахара. Отыр, жек барады. Да, без сахара. Попробуй, пожалуйста. Жек бараш, дерс екен. Шай құйып беремін тұрмын. Имбир? Имбир үй шайда дерс екен, да? Мама бар ғой. Имбирный чай ұнап тұр. Kaç kuri? Çık bana. Ahmet. Buna bakma. Buna bakma. Давай, фисташки, один. Гранаттан қара. Тут. Тутовник па? Тузинник. Это что? Yalçış kışkın. Elfesto acaba? Без сахара, мадам, no problem. Okey. Alsan ala veresin kardeş. Madam. Come please. Yeah, this one, Jasmine breakfast. Pistachio. Open water inside. Give me one short look. Inside. Прикол ставатса. Yeah, and we have video. Aygül Nusret'e gelip жатыр. İstanbul'da. Aha, doğru. 2 kişi mi olacak? Ya. Кезектің шеті көрінбейтін сияқты бар. Келген уақытымыз 8-ден 5 кетіп жатыр. Saat 9'a 15 minut қалды. Жаңа отырып жатырық па. Менюді көрейік. Не бар? Мынандай кола көрдіңдер ма? Мен мысалы бірінші рет көріп жатырмын. Мынау не істеп жатыр? Мына жақта салат келіп жатыр біз. Білмеймін, мына кісі келді де білмеймін, араластырып жатыр. Baba salat. Ая. Па.
Thank you. Стейктер келіп жатыр жайлап. Бірінші подача стейк, одан кейін тағы бір басқаша түрі бар. Соны ұрып аламыз, бүйтсек көрейік. Мына салаттың дәмі мықты екен. Аты қалай деді салаттың? Есіңде емес па? Нұсрет салат па? Білмеймін мен де сол атын что-то. Мына екінші стейк. Тамақтар ұнап жатыр, әңгіме жоқ, кәдімгі дерсің. Давай, ас болсын. Баға мынау 26-ға көбейтсең өздері шығады. Все, болдық, тамақ жеп. Шығып бара жатыр. Nusret'ten bir kalmasa. Çığa versin diye adamların turistları mı? Ойлан қандай популярный екенін мына кісінің. Жолдың бойында келе жатсақ, мынандай мәшіндер тұр ғой. Представительский класстар. Мына кісі типа менікі деп тұр ғой. Мына ламбо қалай сендерге? Porsche. Примерно, ну. Porsche. Porsche. Бүгінгі нормально өтті. Таксиге отырып алып. Отельге кетіп батырық. Стамбулдың аэропорты. Міне, егер көріп тұрсаңыздар, Ақтау деп тұрмыз. Ол 13:55 ұшады. М-ге баруымыз керек. Міне қасында М тұр. М-ді уже былай қарай іздейміз. G, P, L, M. Яғни сол жаққа қарай өтуіміз керек. Білетіндер сірә біледі оны. Білмейтіндер енді кішкене сол білмейтін адамдарға ақпарат болсын деп атқан. Мынандай нәрсе көрсеңіздер, мынау деген весы тегін. Аламызда қазір. Опа! Қойып көрейік. 27 килограмм болып кеткен. Біздікі жалпы 20 килограмм неміз багажымыз. Ендігі мәселе ішінен лақтырамыз. Қарачы, сен нелерді салып қой, 5 килограмм шыға ма? Қазір біз оның схемасын өзгертеміз. 3-те 5 килограмм лақтырамыз. Ананы қара. Сыйғызамыз ғой оны. 3-те 5 уже 2 килограмм ба? Надан 2 килограмм ғой почти кететін. Қалған ештеңе кетпес, 1-2 килограмм. Иә, там доплатим или көзін жұмылар көреміз. Арғы жақтан регистрация өткеннен кейін тағы да мынақта таможня контроль паспорттарды тексеру өткізеді. Одан кейін дальше уже программ переходта бүткіл неңізді жаңа сөмкілеріңізді тщательно бір тексереді да, одан кейін ары қарай уже зона duty free-ге өтесіз. Сол жақта жайлап қыдырып жүресіздер. Бізде қазір сағат уже 12-ке 15 минут қалды. Самолетіміздің уақыты 2-лерде ұшады ғой. 2 сағаттай осының ішінде жүреміз. Duty free зонаға өтіп алдық. Енді көреміз қай жерден пассат отырғызатын біздерді. Таблоға келіп жатыр. Ақтау шығу туралы ақпарат 12:40-те болады деп бір көрдім ба біздікі? 12:40-та болады.